2 күннен соң Қаратай елге қайтты. Бұлар оны аэропортқа шығарып салды. Самолет ұшуға 1 сағаттай уақыт қалғанда бір топ жігіттерді билет тіркеуге, Мәлике мен Бағиланы газет-журнал алуға жіберіп, Қаратай Сәргелді оңаша алып шықты. Мәлике екеуіңіз Бағилаға бас көз болыңыз деді әкелік көңілмен. Менің неге мегзеп келе жатқанымды түсініп келе жатқан шығарсыз. Әлбетте, деді Сәргел бірден ойлы қалыпқа көшіп. Бағила балаларыңның ішіндегі ақылдысы. Бірақ ақылының қарағанда өз дегені молдау. Сіз сияқты тәжірибелі педагогтардың қақпайы артықта болмас еді. Өз қызыңыздай көріп тәрбиелеңіз. Айтарың бар ма? Алыс адамдар емеспіз ғой, неге өз қызымдай көрмейін? Рахмет, Сәке, басқа айтарым жоқ. Өз жағдайыңыз қалай? Жаман емес, жүріп жатырмыз. Ол тамағын қырнап, иығын көтеріп қойды. Оның бұл қимылынан Қаратай немере ағасы әлденені айтудың ретін таппай келе жатқанын байқады. Айта беріңіз, менен несіне қысыласыз, деді ол өзімсінген қоңыр үнмен. Биылғы қыста докторлығымды қорғауым керек еді. Жазып біттіңіз бе? Біттім, машинкаға бастырып та қойдым. О, құттықтаймын. Әлі ертерек. Ертерек болатын тағы бір себебі, деді Сәргел Қаратайдың назарын келесі айтылар ойларға аудармақ боп даусын көтере. Менің осындағы кейбір әріптестерім көп кесірін тигізетін түрі бар. Неге? Сол менің доктор болуымды қаламайды. Басты о себеп осы. Бірақ бұл ойларын жүзеге асырудың жолдарын мен сияқты емес, жақсы меңгеріп алған. Жауапты кісілерге телефон соғады, сыртыңнан біреулерге жамандайды, ғалым емес деген сияқты пасық пікірлер таратып, газет-журналдарға мақала жаза қалса фамилияңды даттаған тізімге қоса салады. Қайсы бірін айтасың, кісінің кісіге жасайтын қиянаттарының түрі мен формасы таусылама. Үстімнен арыз жазғандары да бар. Ауызға алуға ұялатын фактілер. Бұрынғы әйелін өзі өлтірді деп те көрсетіпті. Ол өлгенде менің хал үстінде жүргенім өзіңе аян ғой. Жас әйелге үйленді деп те жамандайды. Менің ішкі шаруамда нелері бар. Ал 70-тегі кемпірге үйленсем қайтер еді. Кемпірге үйленді деп арыз жазбақ па? Және бұл фактілердің ғылымға, менің докторлық диссертацияма қандай қатысы бар? Сәргел әр сөзін нықтап, Қаратайдың ойында күдікке саңлау қалдырмай асықпай айтып шықты. Ғылым адамдарының арасында бақталастық болып тұратынын естігем, деді Қаратай өзу тартып. Екеуі аэровокзалдың маңдай алдындағы алаңның аяғына жетіп кері қайтты. Болып тұратын, деді Сәргел мырс етіп, нағыз бақталастық біздің ауылда, бауырым. Сырттай күлімсіреп, іштей атарға оғы болмай жүреді. Өзіңіз не әрекет жасап жатырсыз? Менде не әрекет болады? Құдай жалғыз, мен жалғыз. Қаратай үнсіз қалды. Немере ағасының бүкіл өмір жолын, мінез құлқын жақсы біледі. Құдай жалғыз, мен жалғыз деп алақан жайған шарасыздығына сенейін десе, оның да тектен тек қарап жүрмейтінін, осыдан 3-4 жыл бұрын біреулердің үстінен арыз жазып, онысының фактілері расталмай, орнынан айырылып қала жаздаған. Солай еді ғой деп бұл айталмады. Тіпті әлгі сөздерінің тең жарымы өтірік болған күнде де, олардың арасындағы туыстық қатыс Қаратайды қолдан келгенше көмек беруді, оның тірлігіне араласуды лажсыз мойынға жүктегендей еді. Сонда менің тарапымнан қандай көмек бола алады, деді ол мәселенің басын ашып алмақ боп. Мен қайдан білейін, деді Сәргел әңгіме практикалық бағытқа тез көшкеніне іші жылып, партиялық ұйымдардың қолы ұзын ғой. Қаратай оның бетіне қарап, сыпайы күлімсіреді. Осы кісі қу адам деймін, деді көзін қайта төмен түсіргенде іштей, мені сынап келе жатқан жоқ па? Сөзіне қарасаң ештеңе білмейтін жан сияқты, көзіне үңілсең білмейтін нәрсесі жоқтай көрінеді. Мұндай мінезді қайдан тапқан? Адам өзгереді деген рас-ау шамасы. Олар тағы кері бұрылып, қатарларын жазбай ілгері жүрді. Өзім болсам кетіп бара жатырмын, деді Қаратай Сәргелдің жауапты ұзақ күтіп қалғанын сөзіп, бұл шаруаны кеше айтқаныңыз жөн болатын еді. Және бұл мәселемен кімге бару керек екенін де білмеймін ғой. Академияда қорғайсыз ба, университетте ме? Университетте. Кіммен сөйлесу керек екен? Сәргел үшінде, Қаратай үшінде азапты минуттар басталды. Кіммен сөйлесу керек екенін Сәргел жақсы біліп келе жатты, және бұл жайлы Қаратайды да жақсы біледі. Тепсеніп, оның балаң сұрақ қойып келе жатқанына ызаланды. Ал Қаратай болса Сәргелдің дәл қазір өзі жайлы не ойлап келе жатқанын,
салған жерден екеуінің де ойына орала кеткен кісінің атын ауызға ала қоймаған үшін немере ағасының өзін жазғырып келе жатқанын сөзді. Өзімен институтта бірге оқыған жолдасы осыдан 7-8 ай бұрын министрлікке қызметке барған. Сәргелдің де, Қаратайдың да ойында тұрған адам осы. Бірақ Қаратай жолдасының алдына мұндай келеңсіз мәселемен барудың ретін таппай, іштей қиналып келе жатқанды. Жарайды, Сәке, деді ол әлден соң білдірмей, ауыр дем алып сөйлесермін. Кіммен? Жолдастар бар ғой. Ол екеуміз мұндай мәселемен сөйлесіп көрмеген едік. Ыңғайсыз болса да амал жоқ, келесі айда республикалық партактив болады. Сонда арнайы кіріп айтармын. Сәргел иығынан ауыр жүк түскендей Қаратайға сөздірместен терең күрсінді. Жолдастар бар ғой дегенде немере інісінің кімді айтып тұрғанын, оның кімге арнайы кіріп шығатынын бес саусақтай білді. Оның кеудесіне ерекше бір көңілділік құйылып, дүние құлпырып сала берді. Сол құлпырған дүниеде бұл аяғын басып, жолындағы кедергілерді оп-оңай жапырып жүре беретіндей сөзінді. Сәке, деді сәлден соң Қаратай. Сәргел жалт қарады. Оның жүзіндегі кенет үйіріле қалған байыптылықты, сабырлылықты көріп, Сәргел бар ынтасымен құлақ түрді. Бағилаға арнаған бөлме екі ұлыңыздың бөлмесі екен. Келесі келгенімде екі ұлыңызды және аналарының портретін сол бөлмеден көретін болайын. Мұның мәнін таратып айтып жатудың қажеті жоқ, түсінерсіз деп ойлаймын. Мәликеге де айтып кетем. Мына сөз Сәргелді толқытып кетті. Әзіл қалжыңмен, ірілі уақты әңгімемен, сапырлысқан гу-гу күлкімен жүріп ақ, немере інісінің үй ішіндегі олқылықты байқағанына ойының берді емес, әрде жатқанына іштей риза болды. Олар алаңның аяғына жетіп, кері бұрылғанда, радиодан самолетке отырғызу жайлы хабарлаған диктордың дауысы естілді. Арнамызға жазылып, жаңа шыққан аудио кітаптарды бірінші болып тыңдау үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Бұл сіздің қазақ әдебиетіне қосқан бір үлесіңіз болмақ. 6-шы бөлімді тыңдау үшін келесіге өткізіңіз.